вообще аякта түсінбеймін 3 сағаттай ұстады. Ешқандай ештеңке жазған да жоқпын мен жаңағы жерде, бір әдісшілік те жазған жоқпын. Білмеймін, не үшін алып қойды, не үшін вообще түсінбедім. Кешірім сұраймын, осы жерде, осы қазір, осы залда да сол 24 сәуір күніне осында өткізгенбіз. Белгісіз тұлғалар болды, сол белгісіз тұлғалар қазіргі таңда осы залда отырған сияқты тани алмайды. Сол себептен қазіргі таңда сол кісілерден сұрасақ кім екенін, артта отырған 2 жігіт және де мына қыз. Сіздердің сөздеріңізді қандай Маша жаңағы чатқа жіберген болады. Мына қыз Айгерім артыңызда тұр. Сұрасақ кім екенін. Және де мына екі біз қандай өтірес кім екенін. Фейсбукқа түсіріп алыңыздаршы. Жоқ, мен маңдайсы бар просто деймін да. Аттан айта береді, документтері жоқ қой. Жауалар жиналып жатқан сияқты парламентте жүреді. Сосын мына ханым да бізге белгісіз тұлға, өткен жол айттым ғой. Өткенде де көрдік осында қыздар. Қасында болған. Қазір бұл кісі айтады, Алматы ақшамын өкілімін дейді, бірақ қазір цифрлы Қазақстан демейді. Құжаты жоқ болса цифрлы, яғни телефонына қауыпқа болады. Дұрыс па? Өзіммен жоқ дейді. Бір минут тыңдаңыздаршы. Бұл жерде сіздерге айта кетейін дегенім